Қара тастан салынған сарайда мейірімсіз рогатый хан өмір сүреді. Басында шошайған бір мүйіз. Бір күні ханның шын жаман ой кернейді. Ол адамның адалдығын сынаймын деп қызметшілеріне: жайлауға барыңдар, бір жас жігітті сарайға әкеліңдер. Алтын сандық сыйлаймын, ішіне қара дейді. Жігіт сандықты ашса, ішінде ештеңе жоқ, тек қараңғы шұңқыр. Хан оны итеріп жібереді. Шұңқырда алып жылан мейірімді болып шығады. Мен де ханның зұлымдығынан азап шеккенмін дейді жылан. Ол жігітті босатады. Орманда әдемі үй ішінде әже тамақ істеп отыр. Бірақ бұл жай әже емес, жалмауыз кемпір. Жігіт жағдайды айтып береді. Жалмауыз кемпір күліп: сен ақ жүректі екенсің, міне мына шапанды ал. Бұл жай шапан емес, сиқырлы дейді. Жігіт шапанды киіп кәрі шалға айналады. Сөйтіп хан сарайына қайта барады. Уа, хан ием, сақалыңызды реттеп берейін дейді. Шал сақалды алып берген соң ханға: алтын сандығыңызды көруге рұқсат етіңіз дейді. Хан: ішінде менің алтындарым бар, қара, деп бұйырады. Хан сандыққа еңкейген сәтте шал оны шұңқырға итеріп жібереді. Сандықта енді ешқандай алтын емес, қараңғы мен әділдік орнайды.